Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын, ерекше қызыл ірімшік қосылып жасалатын сметанниктің жасалу жолын ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен салқын сары майды ұнға қосып, жақсылап тұрып, қолымызбен мыжғылап, крошка дайындап аламын. Осылай крошканы дайындап алдым. Әрі қарай үстіне қант қосамын және де бір ас қасық разрыхлитель, яғни қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап тұрып, толық араластырып алатын боламын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Әрі қарай үстіне бір жұмыртқа қосып және де сметана қосып, жақсылап тұрып, барлығын қолыммен араластырып, осындай жіп-жұмсақ қамыр илеймін. Осылай елесеңіздер, қамыр тез әрі жұмсақ болып иленетін болады. Мен барлық пирог түріне осы рецепт түрін қолданамын. Сізде тура осы рецептпен жасап көріңіз. Бір жасағаннан өте дәмді және идеальны қамыр болып шығады. Қамырды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа холодильникке қойып алсаңыздар болады. Немесе әрі қарай мен сияқты осылай бірден пайдалана берсеңіздер болады. Осылай оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алдым. Сол кезде формаға салған кезде асты қатты қалың болып кетпейді. Осылай оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып алыңыздар. Немесе қолмен жасауға да болады. Айтпақшы, бұл тестаны морозильникке бір аптаға немесе бір ай бойы сақтап пайдалансаңыздар болады. Өзінің қалпын жоғалтпай, сол қалпында сақталады. Осылай дөңгелек формаға орналастырып, бөліктерін шығарып, артық жерлерін алып тастадым. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Каналымнан әртүрлі тәтті пирогтардың, торттардың, ыстық тамақ түрлерінің жасалу жолын көре аласыз. Әрі қарай салмасын дайындайтын боламын. Ол үшін маған кез келген 20% қаймақ қажет болады. Қаймақтың 20% немесе одан жоғары болуы маңызды. Осылай оның үстіне қант қосамын және де үпкіштен алдын ала өткізіп дайындап алған қызыл ірімшікті және де 2 жұмыртқа қосып, барлығын бір келгі болғанша венчикпен жақсылап тұрып араластырамын. Өте ұзақ араластырудың керегі жоқ, тек қана жұмыртқамыз толық осы массаға біріккенше ғана араластырып алу қажет. Осы уақыт аралығында пештеріңізді алдын ала 180 градуста қыздырып дайындап алыңыздар. Осылай салмасын құйып, үстіне алдын ала дайындап алған қызыл ірімшіктерді орналастырып шығамын. Негізі ол міндетті емес, бірақ сәндігі үшін осылай істедім. Алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 35-40 минут аралығында толық қызарып піскенше пісіріп алатын боламын. Піскеннен кейін пештен бірден шығармайсыз, толық суығаннан кейін шығарып және де бөлме температурасында 2 сағаттай суытып аламыз. Холодильникке де 3-4 сағат қойып алсаңыздар артық етпейді. Осылай пирогым дайын болды. Бір жасағаннан сәтті әрі өте дәмді болып шықты. Сізде осылай мен дайындаған рецептпен жасап көріңіз. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығады. Қонақ дастарханға немесе бестің шайына осы пирогты міндетті түрде жасап жеп көріңіз. Сіздермен болған тәтті рецепттер жинағы. Менің каналымнан әртүрлі тәтті рецепттердің жинақтарын таба аласыз. Каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыз.